Мөлдірдің қателігі. Танымал нумеролог жұлдызды жұпқа талдау жасады. Белгілі әзілкеш Тұрсынбек Қабатов пен жұбайы Мөлдір Мұханова жайлы қауесет әлі де басылар емес. Желіде тараған ақпаратқа сенсек, Базар жоқ театрының басшысы жас әйелмен көңіл жарастырған. Бұл туралы skifnews.kz ақпарат порталы хабарлайды. Осы тұста нумеролог Айнұр желідегі парақшасында жұлдызды жұпқа талдау жасады. Мөлдір Мұханова өзін толықтай еріне арнап, өз болмысын ұмытқан әйелдің жарқын үлгісі. Өкінішке қарай, мұндай тағдырдан көптеген әйелдер өтуде. Бұл ішкі дағдарыс арқылы өмірді қайта құруға мәжбүрлейтін ауыр жағдай. Алдымен өзіңізді сүйіңіз, сол кезде әлемде сізді сүйетін болады, деді сандар маманы. Нумерологтың бұл тұжырымы желі қолданушыларының арасында түрлі пікір тудыруға себеп болды. Сіздер неге біреудің отбасына араласасыздар? Ол сіздерден кеңес сұрады ма? Мен Қызылорданың қызымын ғой. Бұл әңгімені баяғыда 10 жыл бұрын естігенмін. Қабатов өзінің талантымен шыққан бренд. Ол болмаса Мөлдірді білмес едік. Еркекке жастық болам десең, аяғыңмен сүртіп кетеді, бәрін ұмытып. 20 жыл аз уақыт емес. Бәрібір өкінеді. Балалар түгел әкесіне тартқан. Еркекті сүй, түсін, сатқындық жасама. Сонда ол саған қандай ақмақ болғаныңды көрсетеді, деді олар. Құрметті көрермендер, Мөлдір Мұханова мен Тұрсынбек Қабатов туралы тараған әңгімелер жұрт назарындағы жандардың басынан өтетін ауыр сынақтардың бірі шығар. Бірақ бұл тек бір отбасының ішкі тарихы ғана емес, сонымен қатар қоғамдағы мыңдаған әйелдің өз болмысын жоғалтып, өзгенің амандығын бірінші орынға қоюмен өткізген өмірінің көрінісі болуы мүмкін. Нумеролог Айнұрдың алдымен өзіңізді сүйіңіз деген сөзі тек Мөлдірге емес, барлық әйелге айтылған өмірлік ескерту сияқты. Алайда сырттан тон пішіп, адамның жеке тағдырына араласу, тағдырын талқылау әрине дұрыс емес. Әркім өз шындығымен өмір сүреді. Бірі 20 жылын арнаса да бағаланбай қалуы мүмкін, ал енді бірі өнермен емес, өміріндегі таңдауларымен танылып кетуі де мүмкін. Бірақ осының бәрінде де тек ішкі тәрбиемен сабыр жеңеді. Қабатов та расында талантты азамат. Мөлдір өнерге енді бет бұрған, өмірден өз орнын іздеп жүрген әйел. Екеуі де адам, екеуі де жаңылысады, өкінеді, түзеледі. Сондықтан сынға, өсекке емес, сәл де болса түсіністікке мұқтаж. Біз сырттай бақылаушы ғана бола аламыз, бірақ үкім шығаруға құқығымыз жоқ. Бұл жағдайда ең биік жауап үнсіз тілекші болу шығар. Біреудің жарасын қазбай, өз өмірімізді түзегеніміз абзал. Ал Мөлдір мен Тұрсынбекке сабыр, ішкі тыныштық, балалары үшін ортақ тіл табысу мен адамгершілік тілеймін. Өмір бәрін өз орнына қоятыны жасырын емес.